Жакшылар эфирде Алтай Республиканың солындары, студияда Тамара Якова. Бүгіннің төс тетірлері. Тергеде сүтлі оның құрсақ тамақ белетеп тұрған төземелдерге болуш республиканың башчысы Александр Берников бұл елемчілерге субсидияларды ойтой кедерер жахаруға қол салды. СНГ-ның орындорынан Россияның билимчилер тулы Алтайға келгендер мында гран қойызу жахар бүткен деп форум өтті. Текші елденғо баштану браконьерлер бұжатхон 2 балалы үрбіске ұчырлай қожағашта керес тұдылды. Сүт садары елемчілерге тузалула кірелтелі болар учырлу Алтай Республиканың жаны Александр Берников тергеде сүт белетейчілердің чығымының бөлігін жабып тұрған субсидияларды ойтой кедерер жахаруға қол салды. Бұдил жан үзайда тергелік түрт еле министерствода сүтті садар субсидияны 5 салкойдың 2 салковыға астадарайынша жахаруға қол салынған. Бұл солын елемчілерге жарабаған бойының еткен продукциясын сүттен аш құрсақ жазар төзілмелерге садары кірелті жоқ бола берген. Елемчілер гөндіре терге башысы Александр Берниковқа баштанды. Ко мне стали обращаться массово сельхозтоваропроизводители. Меге көп сүт жазачылар баштанып баштаған. Бұл төпте sıra болған министерге ачығынша айтып дедім. Сүтлі іштері күч, қышқыда қатуай алғада, ертен тұра ол емезеңірде ұйсары тұдары да күч. Оның олам мен бұл түртейлі министерствоның жарлығын тоқтатыр дөпкі келдім. Оншызын жазаптыра көріп, субсидиялардың алдындағы кеймін өйті тұрғыстыз. Озо 4-5 сал көй болған. Пісте түртейлімнің үске уламдыларла тұзаланбаған арға чыдал бар. Жылдың ұшына жетіре 1 килограмм еділген сүт үшін 5 сал көйдің төлерге піспелен. Оның үшін 10 олысты санарқабай тоқыназын деп сұрап тұрым. Бұл сөстер үшін мен қаруда. Ол жастыра болған. Это было неправильно. Озо болған кемді төлемерлер сығын айдың баштапқы күнінен беріліп тұрған. Сүт үшін субсидияны 2 салковыйлы алғандарға ол емдіге ешілерлі жаңынан чотолыр. Бюджетте бұ амадуға ақша манат бар деп терге башчысы Александр Берников бүдімделеді. Приказ бізге қорқышты жаман соғын болған. Шығымы жан тұзазы аз бола берген. Біз сүт жазар фермерлер республиканың жанына баштандыз. Республиканың жаны сұрағысты көріп чын решение еткен. Енді бізде субсидия 5 салковыйды өліп кет. Тергайалға жақшы болып қалған, ян бұянысы Александр Васильевич Берниковқа айдып тұрыс, бұмдересейін өтемеген үшін. Жылдың бажында Александр Берников сүт едер елемчілерлі, оның сардю бұштақ жазатшыларла тұшташқан еді. Тергеде сүт едерлі, оның аш құрсақ жазар едіндер сұрағыла, бұл уламжыға государстволық төмөлті едерінің ұчырлызын Алтай Республиканың жаны темдіктіді. Тұрғыза өйді жұрт еле министерствоның жетіргенлі тергеде 4 сүт ферма елеміштейді. Текші оншо елемдер 88 мың тонна сүт алады. Уймалаштың керелтезін жанадырға тергеде сүтеңір уйлар аларының 95% кере чығымын субсидияларла дөмейді. Анайдоқ фермерлер елемінде техникалық жаңыртыға уланған чығымның кезік бөлігін республикан бюджеттен жабар арғалу. Элбек тетірлер едері парғаларлы өмөдөмі иш жон жүрімдік сұрақтарла жондық қимуғылардың ұчыры бұл сұрақтар дергебісте оныфтың жуынында шүжілді. Өткен іштің тұрылталары көріліп, келер өйге чоқым пландар тұрғызылған. Элбеде Лора Тайлунова. Бұдел албатлық фронттың тергейлік бөліктерінде оңойдоқ пістің республикада солынталар болған. Алдында оныфқа кірген ішмекчі группалар емде тематикалық площадкалар болып төзілді. Бастыра 12 уламдыла. Оғы суғадық, жадаттан дер, көліктің жолдорыла оның да өскөлері керет. Қажыла уламдыны аңылу модератор көріп, аппарат. Бұл мероприятияны башқарып тұрғандардың демдіктеген елі, солынталар президенттің күйік айдағы жөбілі көйіні қол болу. Жон жүрімдіктің сферазы ол албатлық фронттың іштейтен ең төс уламдызы. Бұдылғы өткіреттен іштің тоғызында школдың озо беріліп тұрған өредіні көріп іштері, көп балдарлы білелерлі, кенектерлі, ені адазынан астықан балдарға болуш жетірері болуд. Пастыра олырлы қол болу құрч сұрақтарды елденғо жетірері олардың база бір амадузы. Тюнда тұрышқан қажылы 12 уламдылы іштер модераторлар бойлорының ченемелдерілі өліштілер. Олар қысқартта өткірген ежі керегенде жетіру едіп, елбек жетірлер едір парғалардың журналистерінің сонырқаған сұрақтарына қару берділер. Лора Тайлунова, Анна Скороходова, Андрей Перленский солындар. Тергебісте гриппле тартыжар текші иммунизация башталды. Горн Алтайста бодоштыра 25 мың кішіге прививка тұрғызары темдектелет. Суғадықты ғорыр оламдыда іштегендер көп толу жерлерде профилактикалық іштер өткіріледілер. Прививканы тұрғыстырған паштапқылардың тозында қала башқартуының ішілері болды. Чувствуете себя хорошо? Температуры нету? Да. Вакцинаны тұрғызардан ғозо кежінің суғадығының аялғазын жоқымдаған сұрақтар. Ончо ішчілер текші списакла ечи-дечи гриппле тартыжар прививканы күнзеплі амадап
тургустурат. Кала башкартуусунун ишчилери иммунизацияны жылдыгына өдүп жат. Мында иштеген специалисттердин демдектегени эле сооктор башталар алдында керектүү эле сугадыха дозалуу прививканы кыялтазы жогунан алар керек. Грипптен вакцинацияны кажыла аладым. Бытыл биздин администрациядан 160 киши алды. Ол тодо мен бул вакцинацияны алып турган үчүн байда меге бу жаман ору чуктабайт. Мында голбой ончо улусты вакцинацияны алсын деп чырадым. Сугадыкты корош уламжыда иштеген специалисттердин аңлаганы тургуза үйдө чокумдап айтса күскүдө прививканы тургузарынын эң эле жарамыктуу үйү. Эмдиги үйдүн вакциналары сугадыкты вируска турумкай болоруна билеттейт. Оны анчада балдарга 6 жаштан жаан улускала иммунитети кирилүү болгондорго тургузар керек. Анайдоок көп улус жулган жерде иштеп тургандар базалар учурлуу. Быйылгы жылда калада жаткан 25 000 кири улуска прививка салынар. Ол акча төлөбөзүнөн эдилет. Кандай да жоболду эмдегенче оны болбосун деп озолодо тартышканы аштык. Арна Монголова, Светлана Баманова, Андрей Перленский, Солундар. Гран кыйызы хар бүткен бистиңдерге де мынайда адалган форум өтті. Мында СНГ-нын орондорунан алтан кирет специалисттер турушкан. Конференциянын программасында Кадынын заповеднигинде Тялаңда иштер сургала билимчилердин жууну болду. Экологиялық форум гран кыюзу жок арып бүткен. Бу Сибирде түзүлгөн албатылар уштада колбодудар төз тепсенин бүрүзү болот. Короналтайстын эл университетинде билимле жон жүрүмдүк бүрүгүлөрдүн турчалары жуулду. Көрүлгөн сурактар арып бүткенде чеберлерле экономикада корору болду. Мында Россиянын, Монголиянын, Таджикстанын, Кыргызстандын, Белоруссиянын, Литванын билимчилери жуулган. Төз аматозу туштажунун ченемелдерле үлежери. Кыргызстандан 5-6 киши келдик. Кыргызстандан 5-6 киши келдиз. Мен боюм Алтайда баштапкы катап. 300 керезе конференцияда турушкан де мында киши боюн айылда неметчилап сананат. Биз поезддин жеристе мындай мероприятияны база өткөргенбиз. Бийик жерлерде өзүмдү коорурайынча мындай мероприятиялар керектенени үчүн дезе биз олордун өзү менен камаанду. 20 жыл кайра Урумчы калада конференция өйүндө колбу тутуп ар бүткенде корулар мероприятиялар өткөрө деп чүлтө чыккан эди. Онун кийинде Россия, Монголия, Казакстан, Китайдын билимчилери өмө-жөмө ар бүткенде корулар иштерин эйтип баштаган. Онун шылтоозула улусла аңгуш жүрөр жерлер, өлөң чөптүн өзөмө жарымктуу айылгага кире бергенде конференцияда база айдылды. Конференциядан озо 30 специалист Кадынын заповеднигинде Жалаңда жүрөр сургалда өттү. Ол 5 күнгө улалган. Мында олар заповедниктин корулда турган жерлерине жүрүп, бойлорунун орондарында корулда турган жерлер керегинде презентацияларын көргүзгөн. Онойдоок бойлорунун күн санааларына база үйлештилер. Жетекчилерди биз заповедниктин жерине апарып, инспекторлорду тааныштырып, кордондор кандай бистиң тудулган көргүзүп, экологический просвещение жанынан көп иш өткөрдүбүз. Кандай бистиң заповедникте научно-исследовательский иштер өтүп турганын көргүзүбүз, тааныштырдыбыз. Гран кыюусу жок ар бүткөн форумла житерден сургалы орондор ортодо гуманитар колбуудудар фонддун, Короналтайск эл университетинин Алтай саяначылыктын жөмөлтөсүлө өткөн. Мында жит специалисттер бойлорунун жерлеринде тузуланатын жаан ченемелдер алган. Конференцияда текше Россияла албатылар ортада бүрүгүлөр жаан Алтайдын экологиясындагы ар бүткенде коруларында өңсөрүү сурактарды ажарого тутаарын демдектедилер. Караңаткаев, Янина Решетова, Артур Самаров, Солундар. Карлуу жерде жүрер ирбиске керес кожагашта тургузулду. Онун тургузулган жери дегиндүү мында талдалбаган. Бир канча жылдар кайра Вита деп аттуу эне ирбисти 2 кискезиле браконьерлер божоткон эди. Олордун сүрү кожагаш журтта тургузулган. Телекейдин башка толуктарында дындууларга учурлалып тургузулган керестер аз эмес. Жерлик ар бүткенин телекейлик фонду Сайлыбынын Өкөктүн парктары колбу тутуп бу керести белеттеген. 2013 жылда 2 балалуу эне ирбис кара аңчылардын колунан өлгөн. Бу учуралды көп улус жаратпаган. Олор бу жараш желбүлүү аңды ундубаганынын темдеги керес. Памятник тургузар деп санааны Россиянын Всемирный фонд природасынын Алтай Саянский отделениясы сананы тапкан. Бу саналарды жаратып, памятникти тургузарга болушун жетирген организациялардын доосунда Алтай Республиканын особо охраняемый природный территорияларынын дирекциясынын зона покоя укук природный паркы, Сайлюгемский национальный паркла, Кожагаш аймактын администрациясынын территория традиционного природопользования туризмнын управлениясы болор. Баштапкы лакаттап бу киске балдарыла видео журукка 2013 жылда кирген. Специалисттер онуңла бери олорду ажарууда туттулар. Онун дуучун эне киске жеткерге киргени олорду санаргаткан. Бүгүн билимчилердин тоологонула Кожагаш аймакта 35 ирбис жүрөт. Олордун 18-и аргут өзөктө.
Сайлөгөн парктың директоры Валентина Семенченконың айтқаныла, бу керейсти тургускан Амаду ол эл жонун туристтердин ажарузун бу аңдарга улалтары. Кара аңчыларла кол болуу ууру суракка база. Кызыл пичикке кирген аңдардын жүрүмү олордон база камаанды болот. Бу керейстин автору Новосибирск каланын тиит архитектору Иван Плотников. Аңдардын бүткүл бүдүмү стеклопластиктен жасалган. Жаан ирбис тумчугунан ала куйругуна учуна жетире 3,5 метр. Бу иштин турултазы конукчулду көстөрлүү вита. Онун жанында 2 кичине кискези. Жүрүмдезинен кискелердин бүдүмү эмеш жаан болуп калган. Ол үнөтүүн оноюп жазалган. Олор ырагынанла журт жердин бастыра улузуна көрүнөт. Лора Тайлунова, Янина Решетова, Аяна Ойлошова, Андрей Приленский солундар. Тергебисте элден эрчимдүү мешкелеп баштады, жайгыда 30 градус сүзүлерден улам олор жохо жуук болгон. Түкемди сыгынайда арал ортосунда түжүмү көрүнүп чыкты. Тургуза үйдө кандай мешкелер бар, эчиде көрүлмеди. Чындап да мешкенин бүткени жылдан каманду, кеминде жаштуу, кеминде күндүү жылдарда күн дурхуна мешкечилер 10 көнөктөп, тийтен түжүмнүн башка бүдүмдерин жогулайт. Сыгын айдын баажы эңне байлык өй мешкечилерге, тебыдыл үзүлерден улам мешкелер өй бүдүн жарым айга оройттуды. Тургуз өйдө ургун жаштардын кийинде айылга солунган деп темдектерге жарар. Бул күндөрдө жаадыктарда лисичкалар өскөдө бүдүмдүү мешкелер өзөрүн улус сахыйт. Олор чойло турачак аймактарда арбынду. Анайдох Крустиң да өйү жуктап келген. Бұл өйде жазаптыра көрбөй бүткен мешкени жуурга база жарабас. Россияда революцияның оза 5 бүдүн мешке тээрерге жарар болгон. Эмди жийтендеген мешкелер түстен ажыра. Роспотребшүртүнүн жыңжы ижине таянып көрсө, биздин республикада улус мешке жип корондолгон учуралдар көп жылдардын туркуна темдектелбей турган. Мешкеле корондолбоско турган болзор, белетеп, тузап салган мешкелерде болгон улустан жолдун ярадында садып турган жерлерден албазын деп чакаруу берип турус. Агаш ортосунда быжыл мешке аз деп ченемелди улус айдат. Ону үчүн мешкелеп жаңысла арал ортосу жаар базар эмес, же рынокто оны да барга жарар. Базы жан эмес. 3 литр көнөктө грусть, 300 пежен залковой, 5 литр рыжык, 400 пежен. Саду жеринде көп сабасын айылдаш дергелерден, Алтай крайдаңла көмүрден дээрилген түжүм сатылат. Алтынай Кушкулина, Янина Решетова, Андрей Приленский, Аржан Царин, Солундар. Мында солундар сыңый учуна жетти, жакшы болсун. Жашларга күндүлүү терлештер. Күннүн айын шыңдер тестерден кетиргенлер республикада бүгүн түндөлертен түштө кубак бууту күн турар. Жаш жабас сарайны салкындар. Экпини секундда 15 метрге жетер. Кейдин согу түндө 0,5 градус болор, түштө 13-18 градус жылууга жетер. Калада бүгүн түндөлертен түштө кубак бууту күн турар. Жаш жабас. Арайна салкындар, кейдин жоозу түндө 0,2 градус болор, түштө 16-18 градус жылууга жетер. Жакшы болсун, эзен амыр утурар.